Армысыздар қазақтар. Россияда болып жатқан оқиғаны барлықтарыңыз құлақтан ұғқан шығарсыздар. Жазықсыз 4 жігітті соншама айыптап, құлақтарын кесіп, біреуі енді бүгін мерт болыпты, қолдарынан өлтіріп отыр ғой. Енді бар шындықты біз аяқта айдалада отырсақ та біліп отырмыз, кімнің не істеп отқанын, бәрін ойдан құрастырылған кино екенін. Бірақ мына тәжіктердің сонша намыссыз екендеріне біртүрлі отырмын да. Неге тәжіктер көтеріліп кетпейді? Сол Москваның өзінде қанша тәжіктер бар, неге көтерілмейсіздер? Бапеш деп, неге намыстарыңыз оянбайды? 4 жігіттеріңізді бекерден бекер біреуін өлтіріп тастады, біреуін үшеуін соттап жатыр, болмашы нәрсе үшін. Әдейі жалдап, әдейі камераларға түсіріп, сонша адамды қырды жойды, қолдан жасаған сайлауын өткізіп алды, қырғынын жасарын сатанистер ғой, құрбандығын шалды, енді кеп жазықсыздарға мойындарына іліп жатыр. Білмеймін, егер Құдайға сенетін болсаңдар, бірақ тәжіктер 5 рет исламға кіріп, 5 рет исламға шыққан сондай халық. Сіздер егер құдайларыңызға сенетін болсаңыздар, сол Аллах илахтарыңызға, сендер қандай да бір әділдік іздейтін болсаңыздар, жоқ таза құл екенсіздер шын мәнінде. Өйткені еркін азат қазақ болса, өз ұлт үшін, өз бауырын үшін қаңтарда көрдік қой, мысалға тұрып беретін еді. Міне исламның бет бейнесі мысалғашы, бәрін Аллаға сырт тастайды да, өздері өз ұлты үшін, өз халқы үшін, өз бауырлары үшін, өз ұлтының балалары, ұлдары үшін еш нәрсе істеп жатқан жоқ. Қиын енді. Біз енді басқа самасын дейміз, бірақ білмеймін, мен мысалы жаным ашитын, бөтен ұлт болса да, бөтен халық болса да, нақақтан нақақсыз мысалға жала жауып, халық еш нәрсе істей алмай, үндемей отырғаны. Білмеймін, мен айдалада отырып, жаным ашып отыр, соны ұйымдастырған, соны жасап отқан, сондай қорқынышты, сондай жауыз тірлікке барып отқан, сол Кремльді басқарып отқан сатанистерге Құдай ақырын берсін. Білмеймін, сұмдық жаза келсін енді.